Қазақстанда жаңа заң жобасы талқыланып жатыр. Енді интернетте тыйым салынған постты тек жазған адам емес, репост жасаған адам да жауап беруі мүмкін. Яғни, мен жай ғана постпен бөлістім ғой деген сөз енді құтқармайтын сияқты. Қаржылық мониторинг агенттігі жаңа ереже ұсынып отыр. Егер құжат қабылданса, интернетте заңға қайшы контентті жариялағандар ғана емес, оны таратуға көмектескендер де жауапқа тартылуы мүмкін. Яғни схема қарапайым. Біреу пост жазады, екіншісі репост жазады, үшіншісі лайк басты. Ал сұрақ, жауапкершілік кімге келеді? Қазақстанда кейде жаңалықтардан кейін адамдар 3 рет ойланатын болады. Бірінші жазбас бұрын, екіншісі репост жасамас бұрын, үшіншісі телефонды ашпас бұрын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарийға ойыңызды жаза кетіңіздер. Бұл интернеттегі жасалып жатқан дұрыс қадам ба, әлде сөз бостандығына жасалып жатқан қысым ба? Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіз.